Құрметті әріптестер, соңғы 2 күннің ішінде 3 маңызды мұнай-газ саласына әсері зор жаңалықтарды атап өткім келіп тұр. Соның бірінші, Қазақстанда 4-ші мұнай өңдеу зауытын салу туралы үкіметтің шешімі ақпарат құралдарында хабарланды. Мынау 4-ші зауыт салу туралы шешім Қазақстанда біраз талқыланып келеді, бірақ бұндай шешім әлі қабылданбаған еді. Осыдан 3 жыл бұрын Шымкент мұнай өңдеу зауытын 2 есе үлкейтеміз деген шешім қабылданған болатын үкіметпен. Бірақ бұған Ақтөбе, Қызылорда облысындағы Қытай мұнай-газ компаниялары қарсы болды. Өйткені ол зауытты 2 есеге үлкейтсе, Қытай мұнай-газ компанияларының экспортқа мұнай жіберу мүмкіндіктері өте азайып кететін еді. Қазір күнде 30%-ға жуық мұнайын ғана экспорттауға рұқсат етіледі. Ал егер жаңа зауыт салса, 100% мұнайы ішкі нарыққа арзан бағамен сатылады. Бұл әрине экономика тұрғысынан мұнай-газ компанияларына тиімді емес. Сондықтан олар Шымкент зауытын үлкейту туралы шешімді қолдамаған секілді. Соған байланысты үкімет 4-ші жаңа зауытты салуға басқа площадкалар іздеп жатқанын жаңалықтарда айтылды. 4 площадка қарастырылып жатыр. Біздің ойымызша бұл Маңғыстау облысы, екінші Атырау облысы болуы мүмкін. Мұнай Атырауда көп, бірақ зауыттар Атырауда мұнай өңдеу зауыты бар, және мұнай газ химия зауыттары бар, және бұл облыстың экологиясына және инфрақұрылымына салмақ салуы мүмкін. Сондықтан Атырау қарастырылмауы мүмкін. Мынау Батыс Қазақстан қарастырылуы мүмкін. Ақтөбе облысы қарастырылуы мүмкін. Меніңше мынау Қарағанды және Жезқазған облыстарында қарап өткен жөн. Алматы қаласының аймағын қарауға болады. Өйткені Алматы қаласының аймағында халық көп шоғырланған. Меніңше Қарағанды мен Жезқазған Қазтрансойлдың құбыры осы облыстардың аумағынан өтеді. Сондықтан бұл 2 облыста қаралуы мүмкін. Әрине бұл облыстардан өтетін Құмкөл, Атасу, Алашанкау магистральда мұнай құбыры, бұл әрине айналып келгенде сол Қытай мұнай-газ компанияларының негізгі мұнайлары тасылады. Бұның шешімі ретінде Қазтрансойл техникалық своп арқылы, айырбастау арқылы батыс мұнайымен бұны айырбастауға мүмкіндіктері бар. Және географиялық жағынан бізде шығыста, батыста, оңтүстікте өңдеу зауыты болса, мынау солтүстікте, орталықта мұнай өңдеу зауыты жоқ. Сондықтан мұнай өңдеу зауытын площадкасы ретінде осы 2 облыстың аумағын қарауға болады деп есептейміз. Екінші сұрақ, мынау Орынбор газ өңдеу зауытының соққыдан кейін газды ішінара қабылдай бастауы, бұл жақсы жаңалық әрине. Бірақ бұл күніне 5 миллионға жетпейтін газ ғана. Ал Қарашығанақтың Орынбор зауытының мүмкіндігі үлкен. Қарашығанақ кен орны күніне 20 миллиондай газ жібереді Орынбор газ зауытына. Әрине, енді шектеулерге байланысты күніне 15 миллион текше метрге жуық газ өндірілмей отыр деп айтуымызға болады. Үшінші жаңалық, бұл Қаламқас-Қазар мұнай-газ кен орнына Американың санкция салуы. Бұл кен орындарын 2028-2029 жылдары іске қосылады деген жобалар бар. Енді ол санкцияға байланысты бұл мерзімдердің кешіктірілуі мүмкін. Бұл әрине мынау геосаяси жағдайға байланысты мәселе. Украина, Ресей арасындағы соғыс тоқтаса, бұл санкциялар шешілуі мүмкін. Бұл әрине Қазақстан аймағындағы үлкен мұнай-газ кен орны деп айтуымызға болады. Өйткені 80 миллион тонна мұнай қоры бар, миллиард текше метр көлемінде газ қоры бар. Сондықтан бұл өте Қазақстан экономикасы үшін өте маңызды жоба.